аспанға қарамай ма қалай көтерілген, уа илал джибали кайфа нусибат, тауға қарамай ма қалай жерге қадалған дейді. Құдайдың құдіретін танығың келсе, тауға шық дейтін қазақта мақал бар, қызық өзі. Сондай мақал бар шамдар. Құдайдың құдіретін танығың келсе, тауға шық дейді. Біздер Құдайдың құдіретін тану үшін емес, бірдеңе атып алу үшін, бірдеңе көріп алу үшін, сол үшін ғана шығып жатырмыз да. Құдайдың құдіретін тану үшін шыменде аспанға, жерге, малға, ішіватқан, жеватқан тамағымызға қарасақ, бұл міндетті иман көтереді екен. Ва илал арди кайфа сутихат, жерге қарамай ма қалай төселген дейді. Бір бедуин болған екен, арабтарда бедуин деген түйе бағатын кісі жүрсе, Құдайға сенеді, 5 уақыт намазын оқиды. Соған бір кісі кепті, айтыпты, осы сен түйе бағасың, жүресің, Құдайға намаз оқисың, Құдайға сенесің бе? Сенем дейді. Ал енді саған жаңа Құдайға сенбейтін адамдар екен, өзінше оққан, тоққанбыз депті. Саған сұрақ, Құдайыңды көзбен көрдің бе депті. Жоқ депті. Көрмесең қалай білесің бар екен депті да. Сөйтсе бейін айтты, субханаллах, осындай сұрақ бола ма депті да. Соны айтты да. Әл-бә'рату ла тадулу алал-бә'ир, әл-асару ла тадулу алал-масир депті. Ей, бір тезекке қарап, нардан түйе өтіпті ғой деп айтамыз. Ізге қарап, нардан адам өтіпті ғой деп айтамыз. Шынымен де мойындаймыз ғой қазір. Машинаның қазір біреудің машинасы капотын ашып қалса, қойдың бала жатса, ей, базар амал апарғансың ба деп сұраймыз ғой. Адамдыкімен шатастырып алмаймыз ғой, дұрыс па? Мынаған бір қойды сапты ғой дейміз да. Кәдімгі ізін көріп тұрмыз. Соны айтты, ей, жаңағы бедуин айтты да, айдалада Құдайды тану үшін диплом керек емес өзі. Дипломмен де дозаққа кетіп жатыр, талайдың красный дипломмен кетіп бара жатыр бейшаралар. Бәрін біледі, бірақ Құдай танымайды. Не пайда одан? Өзін жаратқан танымаған екен. Сосын бар жаңағы айтты, сонда бедуин қой бағып жүрген адам, субханалла, бір тезекке қарап, түйені танып атсақ, мойындасақ, ізге қарап, адамның өткен мойындайтын болсақ, онда мынандай аспанға қарап, шек жоқ. Толқынды теңізге қарап, тігілген тауларға қарап, Құдайды қалай мойындамайсың деген екен дейді. Бұның бәрі Құдайдың құдіретін көрсетіп қойған нәрселерден бір болып табылады екен. Сол үшін Құдайдың мойны ол тәкаппарлықтарымен ғана. Көп адам дінге келмейді, біреу тәкаппарланып келмейді. Бір ағамызбен отырдым, атеист екен, әлі материалист болып жүр екен. Уағыздап жатырмын. Сонымен ұтылды. Дарвинді дәлелдей алмады. Анадан ұтылып қалды, сөзден мынадан ұтылып қалды, анадан ұтылды. Ұтылып келді да, бірақ сөз таппай қалды да, ал енді не дейсің деп жатырмын ғой. Енді бір-ақ нәрсе қалды, Құдайды мойындаса шешсем, кім біледі осы инопланетяндар келіп жерге тұқым қалдырып кеткен шығар, солардың тұқымы шығармыз дейді. Әйтеуір қырсықтықта, әйтеуір ерегісі мойындамау. Барсын ертең жаны кеудесінен, ал енді сондай мықты болса, Алла Құран жаңағы айтады, тәржиуна ин кунтум садиқин. Ал егер сендер айтқаны рас болмаса, кеуделерінен жанды суырып алған кезде қайтарып алыңдаршы дейді біреу. Қайтарып ал дейді. Өлмей ғой Құдай жан берген жан алатын кезде. Келе ме біреудің қолынан? Келмейді. Сол үшін шынымен де Құдайдың алдында ол тек қана шынымен мүләйімсу, құдірет мойындау керек нәрсе болады екен. Олар жерге қарамай ма қалай төселген дейді біздің өмір сүрімізге. Осының бәрін Аллах Тағала соңғы 2 аяты қалды. Аллах Тағала алғашқы аяттар қиямет күні хабарлағаннан кейін сол күні жүздері қараятын, жүздері солатын, мұңғабат адамдарды сипаттап, мұсылмандарды сипаттап, жүздері жайдарлы адам сипаттап келіп, одан кейін жаратылысты қарап Құдайды тануды бізге айтып берген екен. Аллах Тағала соңғы 2 аятында пайғамбар, соңғы және қалған аяттарында әлі біраз аяттар бар екен. Аятында Аллах Тағала пайғамбар айтып жатыр: "Фазаккир", енді ескерт дейді. Уағызыңды айт Құранмен. Айт оларға сөзіңмен жеткіз. Иннама анта музаккир, сен ескертушсың, олардың есіне Аллахты, ақыретті салушысың дейді. Ласта алейхим бимусайтир, олардың үстіне зорлық жасаушы емессің. Біреуді күштеп дінге кіргізуші емессің. Айт, болды, ақыл бар адам қабылдасын, қабылдамадың, ол үшін сен жауап бермейсің. Жеткізу. Құранда аят келеді. Фаиннама алейкал балаг ва алейнал хисаб дейді. Ей пайғамбар, расында сенің міндетің жеткізу, біздің міндетіміз есеп алу дейді. Біздің ғана міндетіміз қалды. Пайғамбар жеткізіп қойды, Аллах есепке күтіп тұр, енді біздің ғана атқарылмаған міндетіміз қалды. Сол есеп күніне пайғамбардың жеткізген нәрсесін орындап, дайын күйде баруға әрекет жасауымыз керек. Сен ешкімге зорлық жасаушы емессің дейді. Илля ман тавалла ва кафар, кімде-кім бірақтан бет бұрып кері кететін болса, қарсылық көрсететін болса, күфірлік жасайтын болса, фаюаддибухуллахул азабал акбар, Аллах оны сөзсіз азаптайды. Қандай азаппен? Өте үлкен азаппен. Тәпсір ғалымдар айтады. Азабал акбар, әл-азабал акбар, үлкен азаппен деп айтты дейді.
Өйткені оның алдында кіші азаптарында болатындығына дәлел дейді да. Күфірлік үшін мына дүниенің өзінде Аллах оны бақытсыз етеді. Мына дүниенің өзінде намаз оқымаған үшін, мына дүниеде Құдайға қарсы сөз сөйлеген үшін, пайғамбарға тіл тигізген үшін, мұсылмандарға зәбірлік көрсеткен үшін мына дүниенің өзінде оған Аллах тағала жазасын беріп қояды. Біреудің орамалын тілдеген үшін, біреудің сақалын тілдеген үшін, біреудің намазын жаңағы сөз қылған үшін Аллах бұл дүниенің өзінде оған жазасын беріп қояды. Ал ақыретте одан үлкен жазалар күтіп тұрады. Сол үшін Аллах Құранда бұл осыған ұқсас аяттар жиі келеді. Уакадаликал азаб дейді. Міне осылайша болады дейді азап, дүниедегі азапты айтады да. Уала азабул ахирати акбар, ақыреттің азабы одан да қатты болады дейді. Ақыреттің азабы одан да қатты болады деген дейді. Кейін Аллах Тағала соңғы екі аятында айтып жатыр: инна илайна иябахум. Түсінгендер үшін соңғы екі аят кәдімгі бұл айтылған сүреге нүкте сияқты ойландыратын нәрсе. Расында сендердің қайтатын жақтары маған қарай дейді, Құдай Тағала айтады. Жас болайық, кәрі болайық, бай болайық, кедей болайық, кім болсақ, о болайық, қара болайық, басшы болайық, қосшы болайық, қайтатын жеріміз Құдайдың қасына. Құдайдың алдына барған кезде есеп бергенде не күтіп тұр бізді? Бәрін нәрсені алдап кетуге болады, бірақ Құдайды алдап кете алмаймыз. Бүгін нәрсе күшіміз жеткенше, бірақ Құдайға күшіміз жетпейді. Бізді көрмей қалатындар бар шығар, бірақ Құдай көрмей қалады деген әңгіме жоқ. Сол Аллахтың алдына барамыз. Сол күні есеп береміз. Сол күнде естен шаруа болмайды екен. Сумма инна алейна хисабам. Құр Аллахтың алдына келіп қоямыз ба? Жоқ дейді. Аллах айтады. Одан кейін есептеріңді алу мен дейді, менің шаруам дейді. Есептеріңді алам дейді. Аллах Тағала сол қиямет күнінде есебімізді жеңілдетсін. Аллах осы Құран аятында айтқан нәрселерімізде кеткен қателіктер болып қалатын болса, кешірім етсін. Не нәрсенің қателессек, ол шайтан, не нәрсені дұрыс айтсақ, ол Аллахтан. Аллах Тағала біздің иманымызды осы Құранмен күшейтіп, бізге салихалы амалдарды көптеп орындап, ертең шынымен де о дүниеде жүзіміз жарқын, нығметке бөленген, нұрланған, Құдайдың ризалығына бөленген, Құдай одан риза болған құлдардың қатарына қосылуды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Барша мұсылман қауымына Аллах Тағала жәрдем етсін. Қиналғандарына Аллах Тағала қиындықтан құтқарсын. Қарызға батқандарын Аллах Тағала қарыздан құтқарсын. Ілім іздеп жүрген бауырларымызды Аллах Тағала сондай бір пайдалы ілімдер нәсіп етіп, сол ілімге амал жасап, ықыласпен амал жасап, өзіне де, өзгелерге де пайда келтіретін құлдардың қатарына қоссын. Әрбір мұсылман семьясына Аллах Тағала тыныштық берсін. Мұсылман Аллах Тағала семьяларын сақтасын. Мұсылмандардың малдарын сақтасын. Мұсылмандардың ар намысын Аллах Тағала сақтасын. Аллах Тағаладан сол сақтауын сұраймыз. Және әрбір мұсылман семьясына Аллах Тағала адалдық берсін. Осы заманда, қиын заманда дінді ұстап жүрген әрбір мұсылман бауырларымызға Аллах Тағала жәрдем етсін. Мұсылман қарындастарымызға Аллах Тағала жәрдем етсін. Олардың сөзінің фитнасынан, істің фитнасынан, күнәнің фитнасынан құтқарсын деп Аллахтан сұраймыз. Аллах Тағала әрбір исламға жәрдем етем деген адамдарға Аллах жәрдем етсін. Әрбір исламға кесірін тигізем дегенде Аллах Тағала өзіне кесіріне ұшыратып қойсын өздеріне. Аллах Тағаладан әрқашанда сол біз дұрыс нәрсе беріп, осы күмәндарға қарсы ілім берсін біздерге, күнәмен күресетіндей бізге қатты иман берсін. Аллах Тағала кемшіліктер болса кешірім етсін. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфиру